сәлеметсіздер ме? Бүгін біз қазақ тілі мен әдебиетінен тестті аяқтайтын боламыз. Соңғы сұрақтар. Шоқанның әдеби зерттеу еңбектерін бөлуге болатын топ саны 3. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыраның авторы Қадыр Мырзалиев. Ясау ілімін жалғастырғандар Шәкәрім Мұрат. Тақау аяқтанып күй аңызында қарт күйші естеміз. Дулат Исабеков әпке драмасында Қамажайдың сіңілісі Нәзила. Дулат бақсыз жамалда Жоманның әкесі Байжан. Баржы момышұлы ұшқан ұяда момыш балалы болған сүйінші хабар жеткізген Байтоқ. Әбікенұлы пәтер іздеп жүредік әңгімесінде үйіне келген кім? Досы қайынағасы. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрсені жаза берейін, ақ қағазбен қара сияны ермек қылайын деген. Жауабы Абайдың бірінші қара сөзі. Атымтай жомарт шығармасындағы атымтай еңбектену неше себебі бар? 4 себебі. Оралхан Бөкей шығармасы Қар қызы. Егіннің бастары өлеңіндегі түйінді ой тәкаппарлық. Сұлтан Махмұд Торайғыровтың Міржақып Ахмет Әлихан бір күні, бірі шолпан, бірі айым деген поэмасы. Таныстыру. Бірі күн, бірі шолпан, бірі айым. Жау тылындағы бала Анна Ивановна партия билетін кімнің киімінде сақтады? Серіктің костюмінің жағасына. Аянның қаралы хабарды естіген мезгілі жаз ортасында. Шақан жері шиеленісуі, кек қуған шахан. Мағжан Жұмабаевтың ұстазы Ғалымжан Ибрагимов. Ұшқан ұя шығармасында қай кезең суреттелген? Кеңес үкіметінің құрылған жылдары. Абайдың философиялық лирикасы өлсе өлер, табиғат адам өлмес. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы құлақтан кіріп, бойдалар көңілім қалды, достанда дұшпананда сабырсыз, арсыз, еріншек адасқаның ал жөн, арты соқпақ жігіттер ойнардан күлкі қымбат, ғылым таппай мақтанба. Құрметті ұстаздар және әріптестер, осымен біздің қазақ тілі мен әдебиетінен берілген 200-ден аса сұрақтарды біз талдап шықтық. Келесі сұрақтарда тағы да сіздермен бірге талдап бөлісетін боламын. Көріскенше аман сау болыңыздар. Біздің YouTube арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.